Ең ауыр соққысы Құдай қосқан қосағынан айырылғанмен қоймай, мәйітін таба алмай мәйітханаларда неше күн сарсаңға түсіп аласұрып іздегені өтіп кеткен. 3 күн дегенде сыныптастарының біреуі орталықтағы мәйітханадан Батыржанды таниды. Айзада, келіп көрші, Батыржан ғой деймін, ұқсайды. Деген соң жаны ұшырып барса, рас Батыржаны. Денесі тілім-тілім, тиген оқтарын алып тастап көктеп тіге берген. Сол кезде қолдарында құжаты болмағандықтан сүйегін келесі күні әкетуге уәделеседі. Ертесіне көлік тауып барса, қойып кеткен жерінде Батыржаны жоқ. Күйеуінің қазасы аздай, енді денесінен айырылғанда Айзада қан жұттақ. Ой деген жүйрік не ойламады, биліктің қылмыстарын жасыру үшін іздеуі, сұрауы аз болсын деп бір жерге апарып көміп тастаса қайтемін. Сонда ақ жауып арулап көміп, көңіл сөндірудің өзі арман болып қалмақ па? Ал атама не бетімді айтамын? Баласын қайдан тауып беремін деген ойдың тұтқыны миын айналдырып дамыл таптырмады. Мәйітхана қызметкерлерімен айтысып тартысып жатып, қайтадан мәйіттерді қарап шығуға рұқсат алады. Түнімен көз ілмей шыққан Айзадаға енді ол жаққа қайта кіру ақырет. Не істемек? Мәйітханаға бір-ақ адам кіруге ғана рұқсат. Ешкімнің басына бермесін. Күні кеше бүкіл мәйітхананы аралап жүрегі шайлығып шошынып қалған Айзадада басқа амал жоқ. Өзін қолына алып Алла тағаладан, жаратқан ием, Батыржанымды табуға көмектесші, мына сойқанды аралап шығуға күш бере көрші деп жалынып жалбарынсын. Қайтадан мәйітхананың қара суық бөлмелерінде қатып, серейіп қуыршақ секілді үйіліп жатқан жас мәйіттердің бет-жүзін көру үшін әрқайсысының шашынан тартып іздейтінін ойлағанда жаны түршігіп селкілдей бастады. Қайтеді, өзін ұстап іштей бисмилласын айтып Батыржанын іздеуге кірісті. Аралап келеді, іздеген жоғы табылар емес. Екі үлкен бөлмені аралап қарап шықты, жоқ. Соңғы үміті қуыстағы бөлме. Көзінен сорасы аққаны аздай, мұздатылған суықтан қалтырап діріліп келе жатып бір мәйітке жақындағанда жүрегі өрекпіп өзіне ие бола алмай отыра кетті. Мәйітхана қызметкері серейіп жатқан сол мәйіттің шашынан жұлқи тартып көрсетіп еді Батыржаны. Мәйітті көргенде Батыржаны тіріліп келгенде деп терең демалып, артынша өкіріп жылап жіберсін. Содан бар күшін жинап сырттан адам шақыртып кілемге оратып алып шығады. Айзада келін осындай сұмдықты бастан өткізген ел аяғы басылып, ет жақын туыстары отырғанда айтқанда, Алмагүл жағасын ұстап, кіп-кішкентай құйтақандай келіннің өжеттігіне қайран қалған. Орнынан тұрып келінді құшақтап, қайтадан көз жастарына ерік берді. Біраз уақыт өткен соң, отырғандардың арасында жасы үлкені де Батыржанның ең жақын әпкесі өзі болғандықтан келінге жұбату айтуға ыңғайланады. Жөнін де сол еді. Кішкене кезімізде әжемнің, Алла, жаратқан ием, аз ауру азат өлім бер, ақыр алады екенсің, ешкімге күнімді қаратпай, балаларға салмақ салмай, қинамай-ақ өліміңді қый. Біздер асарымызды асадық, жасарымызды жасадық, жастар аман болып, баланың қайғысын көрсетпесін деп отырғанын естуші едім. Алла десеңші, жасы жеткен кемпір шал емес, өлімдей жас болсақ жас кетіп жатқанда не айтарыңды, қалай жұбатарыңды білмейді екенсің. Айтары жоқ, өкініші таудай өлім, айтары жоқ деп ойларын жинақтап алған Алмагүл келіннің арқасынан сипап отырып сөзін әрі қарай сабақтады. Айналайын Айзада қарағым, кімнің дүниесі түгел дейсің? Тұяғы бүтін тұлпар жоқ деген. Қазір осында отырған әрқайсымызды сайратып, жоғалтқан жақын туыстарымызды түгендесек, қайғыдан сау адам жоқ. Батыржаныңмен ыстық суығын басылмай жатып, жер құшып отырғаныңды бәріміз түсінеміз. Алланың әмірі солай, жазым дегенге не шара? Сол қаңтарда қайтыс болғандардың қаны кімнің мойнында екенін біз білмейміз. Естіп жатырмыз, біреу жалғызынан, біреу бауырынан, әке баласынан айырылып шерменде күй кешуде. Батыржаныңда татар дәмі таусылды. Болар іс болды-ау. Көңілге медет ұрпақсыз да кетіп жатқандар бар. Оған қарағанда шүкір, артында екі құлыны екі тұяғы қалды. Алла өмір берсе, әлі-ақ ер жетіп бір жағыңа қолғанат болар дей беріп еді. Айзада сөзге киіп жарып араласа кетті. Әпке, Батыржан әлі жас еді ғой. Жұмбақ өлім болды. Кішкентайымыз науқастанып дәріханаға жібергенмін. Ар жағының қалай болғанын білмеймін. Өзі қызуқанды еді ғой.
Біреудің айдағына ілесті ме, әлде өзі қызық көріп барды ма, ол жағы бір Аллаға аян. Батыржан енді сөйлей алмайды. Рас айтасыз, болас болды, бояуы сіңді дей ме? Басымды тауға да тасқа да ұрайын, бірақ әділдігін іздеп, әкелерінің құнын даулауға дейін барамын. Мен мыңқиып отыратындардың қатарынан емеспін, әлі ізденемін, деді. Соңғы сөзін өрекпіп айтты. Я айналайын келіншірақ, іздеуі сұрауы жоқ дегізбей іздейін. Ауылдағы бізге қарағанда көзің ашық, көкірегің ояу ғой. Бірақ менің айтайын дегенім, ертең Алматыңа барасың, қазір көпшіліктің ортасында ештеңе сезінбей отырсың. Енді Батыржансыз реңі басқа өмір басталады. Оның аты жесірлік. Жесірлікті мен де жақсылы жаманды басынан өткізіп келемін. Бірақ мен ағаңнан 29 жасымда қалып, жалғыздықтың сүрлеуінен өттім. Құдайым-ау, 23 жас деген не тайыры? Бұл не деген жесірлік? Бейкүнә баланың бірі 3-те, бірі жасқа да жеткен жоқ. Бұл не деген жетімдік десеңші, деп бет орамалын алып көзінің жасын сүртті. Тағдырдың маңдайыңа жазғаны қалқам. Енді сенің мойныңа 2 қоржынды артып, сол сүрлеу жолға салғалы отыр. Ол 2 қоржынның зіл батпан етегінде 2 балапаның. Міне, сол сүрлеуден 2 көзің соқыр болып адаспай, тұманды суық түнде тоңбай, қажымай жүріп өтуің керек. Одан басқа амалың жоқ. Мені де елдер сүйемелдеп жан-жағымнан алып, осы жолға салып артымнан туын байлап жіберген. Сол туымыз желбіреп, «Оу, мынау жесір қатын өйтіп жүр, жесір қатын бүйтіп жүр» дегізді. Жесір қатын ағайынға да, тіпті Құдайға да жақпайды екен. Сол үшін өзімнен кейінгі ерген келіндердің жесір қалғанын естісем, жүрегім ауырады. Кезінде мені Айбардың 40-на дейін қорғанның басына жібермеді. Өйткені қатты есеңгіреп қалдым. Қайғымны көтере алмай, ішкі жан дүнием өртеніп жанып кете жаздағанда, қорғанға барып мүрдені құшақтап жылағанда ғана кеудемдегі өксігімді басқандай басымды көтердім. Сонда ғой, Айбардың жақын ағалары болып келеді, ақындығы бар еді. Есіл бауырым-ай деп 7 шумақ өлең жазып әкеліп жұбатқаны есінде. Алмагүл әпке, дұрыс айтасыз. Бәрін түсініп отырмын. Әлі көресіздер. Мен Батыржанның атында, отында өшірмеймін. Ол балаларының алдында орындай алмай кеткен әкелік парызын, қарызын жер басып тұр жүрсем, мен жасаймын. Балаларды қор етпеймін. Әкесі жоқ дегізбей, 2 баламды өсіріп, ер жеткізіп, амандық болса алтын табақтан ас беретін боламын деп, Айзада келін жұлып алғандай сөзін әрі жалғады. Жұмысқа шығамын. Бар күш қайратымды қайрап, жанып өмірмен күресемін. Айналайын-ай дегеніне жет. Батыржан бізге арман мұңын айтқан жоқ. Айтатын анасы да жоқ. Сенмен сырласқан шығар. Оның анау көкжиектің жиегінде жете алмай кеткен арманы қалды. Сол арманға шыға алмаған шыңдарына енді сен шық, сен жет. Жалғағанның үзілмесін, толтырғанның ортаймасын айналайын. Жай ғана ақылын қой. Балалар өз қолдары ауыздарына жеткенше, ауылда болсаңдар қайтеді дегені сол екен. Қазіргі келіндер мықты ма? Шығамын әпке, шығамын, көресіздер. Бірақ ауыл дегенді атамаңыз. Қаладан алыс, оның үстіне мұнда жағдай жоқ қой. Күнімізді көре алмай тентіреп кетпейміз бе? Жоқ, мен балаларымды қалада оқытамын. Кейін шетелге жіберемін. Батыржанның 40 өткеннен кейін Астанаға кетсем бе деген ойым бар, деп қойып қалды. Алмагүл болса, келіннің төбеден түскендей мынандай кесекте кесімді сөзінен кейін тартынып қалды. Болмаса, тілінің тікені сояудай талай нәрсені айтуға болар еді. Қара жамылып отырған келініне артық сөз айтып қоймасам екен деп, өзін саф-саф деп сабырға шақырып тілін тістеп отырды да, «Я, қарағым, өзің білесің ғой, қиналып қалмайсың ба деп жатқаным ғой. Болмаса, атаң да даңғардай үйде жалғыз, доскен малда, балалар аяқтанып алғанша дегенім ғой. Арманыңа жет, алдыңнан жарылқасын» деген сөздерді дауысын баяулатып, түсі бұзылыңқырап көңілсіз жеткізді. «Я, мына келіншірақ қалай сөйлейді, жақсы білмейді екен. Өзінің қалай тез жинап ала қойған. Соншалықты сенімді етіп отырғаны қандай күш?» Бірден көз алдына Айбары қайтыс болып, дәл осындай жағдайда қалғандағы жап-жас Алмагүл жүгіріп өтті. Алмагүл де ол кезде жас еді. Бұлай жұлқынып сөйлемек түгілі, дүниенің бар қызығы Айбарымен бірге кетіп, қара түнекте қалғандай тілі байланып, баз кешіп кете жаздады емес пе? Өзін ойласа, қазірде жетісіп жүрген ештемесі жоқ. Жалғыздықтың аты жалғыздық, құрық-шұрық жаны бар.
Оның өзіне бір риза болатыны, денесіне еркек шыбын қонса қонған шығар, бірақ бір еркекке терезесін қақтырмай, білегінен ешкімге ұстатпай балаларына адал ас берді. Қазір ұл-қыздарының да басқаларының да беттеріне тура қарай алады. Аз ғұмыр кешсе де, Айбармен бірге болған қызықты да бақытты шақтарын әлі күнге аялап келеді. Өмірінің мәні де, сәні де бауырындағы балалары, бірінен бір өткен тәтті немерелері. Солардың амандығы бүкіл өміріне медет, нығмет. Алмагүлді қазір ойландыратыны жарайды. Жасырақ кезінде берген қиындығы, бейнеті ұмытылып білінбей кетті ғой. Ал ендігі өмірінің соңы қалай аяқталады? Балалар еңбегін ақтап, қабағына қарай ма, беретін сорпа-суын ықыласпен бере ме? Міне, сол ой көбірек толғандырады. Дәл қазір 20 жыл жинақталып қалған шемен-шердің шетін шығарып, еске салған мына жас келінге кінә артпағанмен ауылды кемсітіп місе тұтпай тұрғаны қытығына тиіп кетті. Өзі де аспаннан түспей сол ауылдан шықты ғой. Сонда Құдайдың басына салған ауыртпалығын ауылдың жесір әйелдері көтере алмайды дегені ме? 30-шы жылдары қазақтың арыстарын баудай қырғанда артында іздеушісі, сұраушысы болған шешелеріміз емес пе еді? Артынша соғыс басталып, қаншама қазақ отан үшін соғысқа аттанғанда елге де, жерге де ие болып қана қалмай, өздерін аямай жұмысқа салып майданға көмегін жасағанда сол әйелдер ғой. Тіпті күйеуі бар болсын, жоқ болсын, қазақ әйелінің жүгі еш уақытта оңайға түспеген. Марқұм анасы айтып отыратын, сол жылдары айналаң жесір толғатын, бір совхозда ересек еркек атаулы қалмай, жесір ауыл атанған жағдайымыз бар деп. Сондағы жасы бар, жасамысы бар, күйеулерін майданға жіберіп, олардың не өлі, не тірі екенінен хабар алмай, сарыла күте жүріп, бәріне көнді. Бәріне шыдады емес пе? Арды ойлаған сол аналарымыз ғой. Шермен көкірекпен жалғыз ілікті жүріп-ақ, айғайламай-ақ үн-түнсіз отағасыларының жаққан отын сөндірмей, ұрпақтарын өсіріп аман алып қалғаны. Соғыстан аман-есен келгені келді, келмегендерін байғұс әйелдер көздері жұмылғанша күтіп үміттерін үзбей, ақыры сол армандарымен жер жастанды. Ол жылдары қазақтың дені қалада емес, ауылдық жерлерде тұрды. Міне, сол қазақтың көнбіс қарапайым момын әйелдері, аналары ел басына күн туған шақта қиындыққа төзгендіктен ғана бүгінде жалғасып жатқан ұрпақты сақтап қалды. Қазақ деген халықты сақтап қалды. Ойды ой төртеді демекші, Алмагүл сол күні осы әңгіменің жетегінде жүріп, екі ұдай күй кешті. Болмаса соңғы кездері өткенді өкіну үшін емес, сабақ алып шүкіршілік ету үшін еске алу керектігін түсінгеннен кейін бе, бойы сәл де болса жеңілдеп қалғандай әсерде жүрген. Ойлап қараса, Айзада келіннің бұл шешімі, әрекеті де дұрыс шығар. Қазір заман басқа, уақыт өзгерді. Қажет жерінде қаталдық танытып, жігеріңді жанымасаң, қатыгез қоғам таптап өте шығатын заман емес пе? Байғұс бала жетісіп отыр дейсің бе? Қу жанын шүберекке түйгендей, өлілердің үстінен жүріп қаншама мәйітті аралап, Құдай қосқан қосағының денесін тапқанша жүрегі мұз боп қатып қалды ма екен? Бұл болса қасірет пен қайғы, мұң мен шер, қатыгездік пен қаталдықтың бәріне қарсы дәру, әйелдің жүрегіндегі жылу деп ойлапты. Әйел бойындағы мейірім шуағының жеңбейтін қиындығы мен зұлымдығы жоқ. Ол қара тасы да ертеді депті. Әлде жап-жас мөлдіреп отырған қаралы сұлудың басына түскен қасіретті көріп, қанша жанына ашыса да, оның мен мың қиып отыратындардың қатарынан емеспін, әлі ізденемін деп ашынғанынан есін тез жиып, қаза үстінде ақ мақсатын қойып алғаны Айзада келінге ғана тән мінез бе екен? Әлде даланың жесір әйелі мен қаланың жесір әйелінің айырмасы болғаны ма? Алмагүл түні бойы осы ойдың жетегінде шырмалып жатып, бір шешімге келе алмай, көзі ілініп кетті.